бауырлар, жаңа қарындасымыз егжей-тегжейлі бір жақсы баяндама жасады ғой. Шығармаларын талдап, айтып, мына жазушының түр-түрі болады ғой деп ойлаймын өзім. Айтқаны бір басқа, өзінің өмірі бір басқа. Талабы, мақсаты басқа. Халыққа жақсы айтып, өзі жақсы істей бермейтін де жазушылар болады деп ойлаймын өзім. Оралханның өзіміздің ортамыздағы оның ерекше болып жүретіндігі турашыл. Себебі дос болып жүреді, араласып жүреді, сыйласып жүреді, көңіліне бірдеме сұрамаса қолма-қол айтады. Көзіңше кейінге қалдырып, ертең бүрсінге қалдырмайды, қолма-қол айтады. Оның мынау Кәдірбек деген жазушы бар ғой. Соның әлгі Оралхан айтқан деген қазақ әдебиетінде көкөкте ма, мамырда ма шықты ғой. Сонда қарап отырсаң қолма-қол айтады ана кімге, Ақсалеуге де. Енді Ақан анау жақтан ағызып келе жатады ғой әңгіме. Ол қолма-қол Ақанды тоқтататын сөзі сөйлерде қайтады. Ыңғайсыз болар анай деген жоқ. Сонысымен ұнайды. Өйтіп айтсақ, мен елге ұнамай қаламын деп ойлайды көп адам. Орекең өйтпейді. Қолма-қол айтар. Шыдасаң шыдайсың, шыдамасаң өзің біл деген сияқты. Осының турашылығы өзі анау басын көтеріп, мүйізін көтеріп тұратын бұғы бар ғой. Тура соған ұқсайды. Бұғынымен әлгі қоршап қойған Мемлекеттеуші еді, пантасын алатын жерде ғана көргенім болмаса, бұлай жайылып жүргенін көрген емеспін. Сонда әлгі жануарлар мемлекеттеуші еді? Yok. Сен мені шатастырма. Ана, мен животнықты алдарамай тұрмын ғой. Жануарды әлемін. Иә. Сол бөзі көрем ғой. Ол бөзі жаңа. Оралханның кетеді. Оралханның маралын көріп қой. Маралханның тұрмашы ғой. Бұғы. Кер бұғы. Сондай мінезі, сондай болады. Адам өзінің табиғатына тартайды, жеріне тартады, тегіне тартады, ұруына тартады. Соның бәрі Оралханның бойында бар. Сондай адам Оралхан. Енді Оралханды әлсін еске алып, 50 жылдығынан бері өш жерге ұрғанда 10 жыл сайын бір келем. Кейде ошақта Әлібек қызметте жүргенде Беке Орекеңнің алдына барып қайсайшы деп жыл сайын шақырады. Қазір бірте-бірте сиреп барды, шақырса да келе алмайтын жағдайымыз келіп тұр жатыр Кәдірбек екеуміздің. Осы жеті деген атты бізге қойған сол Оралханның өзі болатын. Ана әкесі жоқ жетім деген емес. Құлағынан тартатұғын, аяғынан көтеретұғын, ешкімің жоқ, байқұстар өздерінің еңбектерімен, өздерінің үстіне қарап жүретін жетімдерсің дегені ғой. Құдайға шүкір, солай да болды, жаман болғанымыз жоқ. Оралханның өмірінде соншалықты бір шалқыған бақыт өмір болды деп айту қиын. Оның көп нәрсе ішінде кетті. Ол сырын ашып айтады, бірақ ара-тұра өзінде сынап қоятын. Алла тағала үйттегі маған бере ме деп өзін-өзі айтады ғой. Мемлекеттік сыйлықты берді, өздерден жас болып, ананы берді, мынаны берді. Енді баладан зар қылсақ, Алла тағала бәрін маған бере ме деп өзін-өзі сол бір жағы ішіндегі шері, екінші жағынан шындығы. Соны айтып отыратын. Ондай тұлға Оралханға ұқсайтын, анау ұқсайды деп бір адамды айта алмаймын. Оған ешкім ұқсамайды, ол өзіне өзі ғана ұқсайды. Сондай азаматты еске алып отыру, ол сіздердің жерлестік қана парыздарыңыз емес деп ойлаймын. Ұлттың алдындағы, халықтың алдындағы, мынау бауырмал жұрттың алдындағы жалпы адамзатқа тән бауырмалдық. Қайта-қайта мүмкіндігі болған сайын Оралханның атын айтып, оның шығармасын жұртқа таратып отыру, бұл болашаққа, ұрпаққа деген
тәрбиенің үлкені. Әркім өзі оқып, сол менен де тәрбиеленуге болар. Бірақ көзін көрген, ол жайында айтылған мәселелердің бәрін қорытып отыру, бұл ұрпақтың тәрбиесінің бір биік, ең ерекше нәрсесі. Мен Оралханның ата тегі нар жағын біле бермеймін, бірақ өзінің мінезінде бір тектілік бар. Ол тектілік ешкім ұқсамайды. Оның ата бабасында қандай текті адамдар болғанын білмеймін, бірақ өз басындағы тектілікті мен талай көрдім. Шекшіл емес еді. Біреуге кектесу, біреудің соңына түсу, біреудің бір сөзі кешірмеу, ондай жоқ. Ана жаманның кегі жерге басы жеткенше, жақсының кегі жебеге ромал кепкенше дейді ғой. Тура құрылыққа қайтылған сөз бар. Қазір айтады бұлай өзгені шатасып, соның түбіне жеткенше ерегесі ода жоқ еді. Бұл ерекше тектілік деп ойлаймын. Өзі биік тұрады, биік тұрғаннан кейін адамның заласын кешіре білесің. Міне Оралханның биігінде да мұздауға лайық заңғар биік екенін сіздер әлсін еске салып отырсыздар. Сол үшін енді Орекеңнің замандасы ретінде, жеті-жетінің қалған мына екеуі ретінде риза екендігімді білдіргім келеді сіздерге. Сіздердей жерлесі бар, бауыры бар, замандасы бар, аға інісі бар, Оралхан мәңгі жасайды деп ойлаймын. Рахмет. Söz